Ал құрметті көрермен, бүгін міне біз тағы да Тараз төріндеміз. Қасиетті мекен, киелі жер. Осы киелі мекеннің аты аңызға айналған, айналып жатқан адамдары бар. Олардың көпшілігі мен өзім тақырыбыма сай түсіретін құсшылар, кептерпаздар дейді. Міне мынандай көгершін асырайтындар. Сондай аңыз адамның бірі қасында тұр Орекең. Кеше оразаның бір сәтті күнінде Қайрат деген осы Орекеңнің шәкірті ауызашар берді. Сол жерде қызметте жүргенімізде Орекеңмен таныстық. Сөйтіп бүгін мені қонаққа шақырдық. Қазақ қонақжай адам ғой. Қонақжай халық. Міне Орекең бүгін кел мағанда. Көгершіндерімді көр, бір түсір тарих қалсын дегеннен кейін келіп, Орекең мені бүгін батасын алайын деп жатырмыз. Осы Орекеңмен қазір бір 10 минуттық көгершіндер жайлы жақсы сұхбатымыз болады. Бізбен бірге болыңыздар. Менің YouTube арнам қосулы болсын. Көгершін және махаббат, елге, жерге, табиғатқа деген махаббатымыз мәңгілік болсын. Орекеңмен жақсы әңгімені бастайтын боламыз. Ал Ореке, бастайық қазір. Рұқсат болса. Ассалаумағалейкум. Міне, Ораз ағамыз. Ораз аға, неше жасыңыздан бастадыңыз осын? Мен кешірек бастадым. Мен жас кезімде спортта болдым. Көп спортта болдым. Содан кейін осы 40-тан асқаннан кейін 50-ге жақындағанда осы кептерге кірдім ғой. Неге кептер? Ит емес, жылқы емес, басқа шаруашылық емес. Неге кептер? Мен ит те бар, павлиндер бар, бәріне қызығам. Итті де ұстаймын. Бірақ осы кептерге қызығып, осы кептермен араласып кеттім. Енді мынаның ішіне кірсең, бұл кептердің ішіне кірсең, басқа дүние. Басқа әлем, Басқа әлем. Осылармен сөйлесесіз. Жақсы адамдар, жақсы қасиеті бар адамдар, көп қой адамдарда. Бұлардың ешқандай зияны жоқ. Бұлар өздерімен өзді типа махаббаттың несі сияқты символ. Бұл кептер деген өте ғанибет дүние. Рухани демалыс. Рухани демалыс. Мынаның ішіне кірсеңіз, басқа адамның өмірінде мынау тірліктер көп болып жатады ғой. Біраз демалып. Бұлсыз өмір қызық емес маған. Керемет. Ораз аға, ренжімеңіз, сөзіңізді бөлейін. Көрермендер айтады, сөзін бөле береді екен дейді. Бірақ ана жерде бір қызық дүние болып тұр, соны көрсетуге әрекет жасайық. Қараңыз, қандай керемет. Қазір көрсетеміз. Міне біздің келу құрметімізге орай тауыс та қанатын жайып, құйрығын жайып, керемет міне көріңіз. Тауыс қой, павлинді тауыс дейміз қазақша міне. Қандай керемет. Жайдан жай жая бермейді екен. Осындай бір сәтке түсіп қалдық. Бірақ одан да керемет ғажап дүниелер мына төбемізде тұр. Енді Ораз аға, осы жерде бір өте бір керемет сұрақ. Неше түрлі құс бар ғой, көгершіннің неше түрлісі бар. Неге сіз осы набатқа қызықтыңыз? Мен өзім қалай сұлуды кімдің жақсы көрмейді. Өмірде де сұлу болу керек, қыздар да сұлу, табиғат сұлу. Мынау набат деген кептерлер өте сұлу кептерлер, ойында жақсы кептерлер. Набат, капкан дейді. Қапқан, набаттар, Капкан, набат. Сол набат қанттың түсі сияқты ғой, сонда сарғыштығы. Соған байланысты қойылған ғой деймін. Қызық екен. Мұна ішінде енді неше түрлі такла көріп жүрмін, бір қызық такла бар екен ішінде. Ол такланы қайдан алдырдыңыз? Такла деген бұл сарбас. Бұл да Өзбекстаннан келген. Өзбекстаннан? Сарбастар өзбектер. Бір ерекше екен да, алдында кекілі бар. Сарбас дейді. Сарбастар. Біреу анау отыр. Жүбі бар екен ар жағында. Ой, міне шығып жатыр. Жаңа бір қызық ақбас көріп қалдым. Мынау кімнің қандарынан? Бұл мияқта боксер нешегіміз бар. Бодя деген. Сол несі, бұл да ойын. Шуымен, ойынымен, Шуған гребля, жаңағындай билейді. Аяқ тебет, билейді. Аяқ тебет. Басы, аяқтары жақсы екен, тұмсықтары. Ескі қандар ғой дейме? Бұл старый породный ғой, ескі. Неге анандай өзбек қан, тұмсығы кішкентай қандар жоқ сізде? Оларды Сәндік үшін бағады ғой, тұмсықтар дұп-дұмалақ. Оның несі көп проблемасы. Жұмысы көп. Жұмысы көп. Маған осы ұнайды, маған основной не ойынға гребля ойын керек. Ұшыруға, ойынға, Ойынға Керемет.
Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Бокс саласының маманымын дедіңіз. Спорт шеберісіз ғой, Иә. Спорт шебер. Мықты атақты шәкірттеріңізден кімдер бар? Бақсы шәкір Алматыда Талғат Есенқұлов деген бар. Двукратный чемпион мира. Чемпион Европы. Ол да құс ұстайды. Сонан кейін мен өзім балам Еркебұлан Жұманбаев, әлем чемпионы. Көп басқа. Ал енді бокстан чемпион болып жүр, чемпиондар тәрбиелеп жүрсіз. Өзіңіздің осы Таразда батаңызды алып шәкірт болып жүрген құстан чемпион болып жатқандар бар ма? Көрмеде бірінші орын алып. Бар ғой балалар. Қайрат бар, Рүстем бар, басмаш. Бақыт бар. Балалар көп қой. Алматыда жаңа Талғат бірінші номер. Нөмір бірінші ма? Кептерден. Ой, керемет. Ол кісіде қандай көгершіндер бар? Ода чалкарлар, сочтар, содан кейін летный птица в основном. Шу ойнайтын бар ма? Керемет. Масқара, тягаман жақсы ойнайды. Жақында көрме өтеді 21 наурызда Таразда. Қатысасыз ғой? Барамыз біз, қатысамыз ба біз? Алып шығасыз ба көгершін? Біз ұшырып біздікі тексеріп қойды. Ойын тексеріп жатыр. Біз мен екінші орынға ма түстім. Шешімін шығарып жатыр екен ғой? Иә, шешім шығарып жатыр. Қайсы құсыңыз екінші орын алып жатыр? Ол іште отыр, қазір ұшырып көрсетеміз оны. Мыналар жақыннан бір көрейікші. Жағы ішінде бір қара дағы бар біреу бар екен. Мынау кеудесін керіп осы отыр екен. Міне краповый дейді. Тұмсығы қалың, байпағы да үлкен екен. Бір ерекше жақсы көретін құсыңыз осы ғой, жаңа бір айтып қалдыңыз. Міне байпақ теуіп тұр, аяқтарын теуіп тұр. Гребля деп жатыр ғой, гребля міне. Сізге әлде де биік вольер керек екен. Әлде де биіктету керек екен. шал болды уже. Қайда әлі? Керемет. Капкандар. Іште балапандар қалай болып жатыр? Балапандар бар ма? Балапандар жұмыртқада жатыр. Жұмыртқада жатыр екен, мына бастапты енді. Міне керемет. Мына бір екеуін бөлек қойыпсыз. Бұлардың екеуі арабат шетіп жатыр. Жұптастырып жатсыз ба? Жұптастырып жатырмын. Екеуі үйленіп жатыр. Үйленді. Анаусы ұрғашысы ғой дейін. Ана ұрғашысы. Қос кекілді ұрғаш екен. Еркек екен. Бұлар қандай? Ойынымен ба бұларда? Ойынға. Ойынға? Ойынға гребля. Греблyaмен. Ал өзіңізден кейіннен немере балдар бар ма? Қызығып жатқан осы көгершінге? Жоқ. Қызықпай ма? Астанада немерелерім балаларым. Олар қызықпай жатыр. Астанада ғой каникулда келеді. Спортқа барады. Сабақ оқиды. Домбыра тартады немерелерім. Өзіңіз үшін, сіз үшін ең қымбат бағалы құс қайсы мынаның ішінде? Жақсы көретін құсыңыз бар ма? Жақсы көретін осы, сізге жағына отырған шубаты. Мынау кеудесінде қара дағы бар, краповый. Әдемі екен. Бер қарада тұратын. Анау чубаты. Анау чубаты қалып. Желке шаш. Міне, ұрғашысы отыр. Қандай әдемі. Міне. Осы ғой ұрғашысы. Ал міне бүгін Оразағада қонақтамыз. Міне. Ой, әдемі екен. Көз өтпесін, аман болсын, ұзағынан болсын. Балапаны көбейсін осының. Оразаға бұл капкан набат баққандардың ана басқа құстарды бағудан бір қандай да ерекшелігі бар ма? Қандай да бір айырмашылық? Ол әркім өзінің ұнатқаны ма? ұнатқанды ғой. Маған мысалы осы набат капкандар, насира баштар ол. Өзіңізге ұнайды осылар, Деп ойларына тұрады. Ақтар да бар екен. Аяғынан. Мына таклалар неше сағат ұшады? Ой, бұлар көп ұша береді. Көп ұша бере ма? 4 сағат кейде вообще кетіп қалады. Осылардың ішінде ең көп ұшатындары қайсысының тұқымдарынан? Мына белойлардан жақсы ұшады, ойнайды. Ақтардан, Даларда көп ұшады, ойнайды. Бұлар енді еркіндікке шықпайды, қамаулы тұрады, ұшатындары бөлек қой? Абдал ұшып біткен ғой бұлар. Жоғалтық жоғалып болып, содан керек қандарды алып қалдыңыз ғой. ғой? Деген бар, сол кеп алып кетеді. Керемет. Онда қазір біздің осы түсірілімнің ең бір керемет қорытындысы.
Қазір біз ұшырып көрсетеміз енді. Ораз ағамыздың ұшыруға дайындап қойған құстары бар екен. Соны қазір көрсетеміз. Керемет. Ең мықты әдемі көрініс сол ұшырған кез ғой. Ореке, апам, жеңшем қалай қарайды осы құс баққаныңызға? Қарсы емес қой. Ол кісі де кеп кіріп көмектесіп тұра ма, тазалап, қарап, жем суын беріп. Жем суын беріп тұрады. Мен жол жүріп кетсем, анау бір апта Бурабайға барып қайттым. Құс Аман деген ағамыз бар. Сол кісінің туған күні болды, 75 жасқа. Тойға барып қайттым. Араласамыз біз Қарағанды барлық денен. Керемет міне. Тауыс құйрығын жайып. Иә, апаларымыз, жеңгелеріміз қолдап тұрса, неге кептер бақпасқа. Міне керемет. Отырсын қараңыздаршы. Бұл капкан ғой, ә? Капкан бұл. Кәдімгі айдақар сияқты дүкілдеп мойнын көтеріп, кобра дейді бұның отырсын. Осының балапанын сататын болсақ, шамамен неше ақшаға бағалаймыз? 1 миллион теңге бола ма? Наверное. Әдемі шықсын, е? Міне керемет екен. Ерекше отырыс. Бүйірсін, ұзағынан болсын, ауырмасын. Биыл жақсы балапан ала беріңіз. Мынау қазірден көгершін бағуға қызығып жатқан азаматтарға бір ақыл кеңес айтып жіберсеңіз, бір батаңызды беріп. Бергенде кептелерін ұшып, ойындарын көрсетіп, видеода естайтындар жақсы балапандар ала беріңдер. 26 жылқы жылы сендерге жеңісті болсын, жақсы балапандар ала беріңдер. Аумин, тамаша. Жаңа айтып жатқан, мақтап жатқан құсыңыз осы ғой, Чубатый. Тұмсығы да әдемі екен. Түсі де, кеудесі де қандай керемет. Нават дейді ғой, нават. Ана қайнатылған қанттың түсі сияқты ғой, содан айтқан шығар нават деп. Керемет. Ораз аға, сізге де бүйірсін, ұзағынан болсын. Ал енді қызық дүние ұшырғандарыңыз бір көрейік, тамашалайық. Сонымен біз де қорытындылайық. Міне, Ораз ағамыздың әлеміндеміз. Қазір ұшыруға дайындап жатырмыз. Мына екеуі жүктасып жатыр екен. Ой, неше түрлі дүние бар екен ар жақта. Ал, басталды. Al gel. Әлі. Ораз ағамыздың әлемі. Кәні. Бұл қандай құс? Міне жаңағы. Әдемі екен. Бұл ұрғашы ма, еркек па? Ұрғашы. Бұл немен пар қазір? Немен жұптасып отыр? Жоқ, бұны не? Сіз нағып тұрсыңыз. Маған сыйға беріп жатсыз. Ой, керемет. Рахмет, рахмет. Міне, осындай ағалардан қалай айналмайсың. Рахмет, Ораза. Бірақ ана ұшып жүрген құсты көрейікші. Қайда кетті бұлар? Бұлар қайда кетті? Қазір келеді. Міне Ораз ағаның құсы қандай керемет. Ал, міне. Сол тұмсықтарды қос кекіл дұқшуйлерге де қосып ескі қандар алып жатыр ғой. Әне. Бір капкан жақсы ойнайды екен. Мына бір капкан жақсы ойнайды екен, енді ойын ашып жүр екен ғой, оформление кіріп жүр екен ғой. Сол қазір өздері кетерлік, қазір 4-5-7-8 қалып қалады сол өздері. Ал, міне.
Eleman, көк шай ма, қызыл шай ма? Қызыл шай, қызыл шай. Шайға дейін мына қызықты көре тұрайық. Жас кептерлер ғой ойынды енді ашып жатыр. Ораз ағамыздың әлемі. Жұп такласы жақсы ойнайды екен. Мына бір екі капкан ойын ашып жүр. Екшеу қонып қойды, кіріп кетті. Маған сыйға берген жүктің ойынын көрем деп соны қарап тұрған сәтім. Бір қара ұрғашыны сыйға беріп жатыр. О, тартып шығып жатыр. Ойынға кіріп жатыр екен әдемі. Әне керемет. Осындай ағаларымыз аман болсын. Мына біреу енді құйрыққа отырып жүр екен. Бір қара бастапты ойында. Ескі қандар екен. Әдемі. Ол біз ендігі түсірілімді тағы бір тараздық атақты құсшының үйінен жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.